Қанатта шатқан Қосқалада Қаздауысты Қазбек би жолымен бабаларға тағзым автокеруенін күтіп алу шарасы өтті. Бейне сюжетте толығырақ. Қарқаралы ауданы Егіндібұлақ ауылында бастау алған бұл автокеруен Мысты шаһарға ат басын тіреді. Даңқты бабамыздың туғанына биыл 350 жыл толып отыр. Айтулы тарихи оқиғаны лайықты атап өту мақсатында түрлі маңызды шаралар өткізу қолға алынған. Қаздауысты Қазбек би жолымен бабаларға тағзым автокеруені осындай орайлы істердің бірі. Облыстың әр тарапынан жиылған автокеруен Қаздауысты Қазбек бидің табаны теген, даусы сіңген далаға, Ұлытау бауырына, Кенді қала, Жезді қала, Жезқазғанға келіп отыр. Алғашқы құрылысшылар алаңында автокеруеннің қатысушыларын қала тұрғындары зор ықыласпен, ду шапалақпен көмкеріп құшағын алды. Әуезді әнмен бастап алған бұл шараны Жезқазған қаласы әкімінің орынбасары Зина Жұманазарқызы құттықтау сөзбен жалғады. Керуенді бастап келген Қарағанды облыстың жастар саясат мәселелері жөніндегі басқармасының басшысы Мирас Құттыбайға Жезқазған қаласы әкімінің алғыс хатын табыстап, шаһарымыздан естелік ретінде Жезқазғанның тарихы жайында кітап ұсынды. Өз кезегінде Мирас Құттыбай Жезқазған қаласының қонақжайлығына алғысын білдіріп, Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошановтың атынан Жезқазған қаласы әкімдігіне алғыс хатын тапсырды. Ұлытау Жезқазған өңірінің тарихы бай. Қазақтың талай хандары мен билерін ақ киізге көтеріп ұлықтаған киелі мекен. Бұл автокеруеннің мақсаты да бабамыздың қазақ еліне сіңірген ерең еңбегін жас ұрпаққа насихаттау. Қазбек би бабамыз жүрген жерлермен өтіп, баба рухына тағзым ету. Қарқаралы ауданы Егіндібұлақ селосы Балқантаудың өңірінен шыққан керуеніміз кешелі күні Бұхар бабамыздың елінен одан бері Аралбай батырдың елі Жезқазған қаласына бүгін міне ат тіреп отыр. Қарағанды облысы әкімдігінің атынан, Қарқаралы ауданы жастарының атынан, Жезқазған қаласының әкімшілігіне, дана жұртына осындай кең пейілмен құшақ жайып қарсы алып отқан халқына үлкен алғысымызды білдіреміз. Кезінде Қазбек би бабамыз осындай ұлы даламызды ақ білектің күші, ақ найзаның ұшымен қорғап қалса, Қазбек би бабамыз қызыл тілдің ұшымен осындай түйре біліп, сөз сөйлеп, халденнің алдында халқын көз жасын қалдырмай алып қайтқан бабамыз. Іс-шара барысында Жезқазған қаласы мәслихатының депутаты, білім меценаты Бекзат Алтынбеков пен Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, филология ғылымдарының кандидаты доцент Ғазиз Ештанаев жылы лебіздерін арнады. Бұл игі шара елбасының рухани жаңғыру, болашаққа бағдар мақаласы аясында өтіп жатқаны аталып өтті. Аталмыш маңызды шарадан белгі болсын деген ниетпен автокеруен қатысушылары атақты бидің өмірі мен еңбегі жайлы шығарылған энциклопедияға тілек және қолтаңба қалдырды. Жеті көліктен тұратын автокеруен Мысты шаһардың басты көшелерімен жүріп өтіп, Кеншілер қаласына бет алды. Бабаларға тағзым деген жазуымен атақты бидің бейнесі суреттелген бұл автокөліктер Сәтбаев қаласына санаулы уақытта жетті. Автокеруеннің қатысушыларын қаланың орталық алаңында қолдарына ұран ұстаған қала тұрғындары күтіп алды. Шара алғыс хаттарды тапсыру рәсімінен басталды. Қазбек бидің 350 жылдығына арналған бұл шараның қонақтары мен қатысушыларын Сәтбаев қаласы әкімінің орынбасары Сұлтан Нарботаев құттықтады. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында ұлттық салт дәстүрлеріміз, тіліміз бен әдебиетіміз, біз сөзбен айтқанда ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс деген болатын. Біз тарихи тұлғаларға құрмет көрсете отыра мәңгілік ел жастары үшін кемел келешекке даңғыл бұл жол саламыз. Қарағанды облысының жастар саясат мәселелері жөніндегі басқармасының басшысы Мирас Құттыбай да Сәтбаевтықтарға өз алғысын білдіріп, мерекемен құттықтады. Шараның көркін жергілікті әншілер патриоттық әндермен қыздырды. Автокеруеннің қатысушылары Сәтбаев қаласы ардагерлер кеңесінің басшысы Шермұхамбет Байбосынов ақсақалдың ақ батасын алды. Алла тағала пәрежеледен сақты, дос болып жүріп, қас болғаннан сақты, асқа берекет берсін, адамға қанағат берсін. Аумин.
Алла тағала амандық берсін сендерге. Керуеннің кезекті аялдамасы ол киелі Ұлытау жері. 300-дің басы қосылған хан ордасы Ұлытауға табанын тірегенден кейін автокеруен оңтүстік Қазақстанның аймақтарына бет алады. Бұл сапар Қызылорда, Түркістан, Шымкент қалаларында жалғасын табады. Керуен сапары тамыз айының соңында Қарағанды қаласында түйінделеді. Сәкен Қайратұлы, Думан Оразов, Дидар телеарнасы.